Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Денсаулық туралы ең пайдалы арнаға қош келдіңіз. Бүгін беттегі қара дақтарды қалай кетіруге және оны қалай ағартуға болатыны жайлы айтатын боламын. Бетті ағарту терінің түсін біркелкі етіп, пигменттік дақтардан арылуға және сепкілге ашық рең беріп, шаршаудан, стресстен және аллергиядан пайда болатын дақтарды кетіруге көмектеседі. Соған орай мен сіздерге сыртқы келбетіңізге күтім жасау үшін өзіңізге бірнеше минут бөліп теріңізді күтілген және әдемі етудің жолдарын ұсынамын. Ал сіздер арнама тіркеліп лайк басып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Байқасаңыз, пигменттік дақтар әсіресе майлы бет терісінде жиі пайда болады. Неге? Бет терісі майлы болғандықтан оған қонған шаң, кір терең тазаланбаса, теріні бүлдіріп, ол пигменттік дақтың пайда болуына себеп болады. Сондықтан майлы бет терісіне ерекше күтім қажет. Мен сіздерге ас содасынан маска әзірлеу үшін мынадай қарапайым әдісті қолдануға болатынын айтамын. Жарты шай қасық ас содасын алақаныңызға салып, 2-3 тамшы су тамызып, езесіз. Ботқа тәріздес болған қоспаны бет терісіне тегістеп жағыңызда 10 минуттан соң алдымен оны скраб ретінде жаймен уқалаңыз. Содан соң жылы суменен жуып тастаңыз. Бет терісін ас содасымен терең тазаламас бұрын су буына 1 минут булап жұмсартып алуды ұмытпаңыз. Немесе 2 ас қасық ұнға 1 шай қасық ас содасын қосып, шамалы ыстық су құя отырып араластырыңыз. Қою қаймақ сияқты болған қоспаны бет терісіне жағып 10 минуттан соң жылы сумен жуып тастаңыз. Сонымен қатар бұл бет терісін тазарту маскасын аптасына 1 рет қолданғаныңыз жөн. Одан жиі қолдансаңыз, бетіңізді қатты құрғатып жібереді. Сонымен қатар көз айналасы мен терісіне жақындатпағаныңыз жөн. Бет терісіне арналған айраннан жасалған маска. Бетіңіздің терісі ағарып, жұмсарып, тазарғанын қаласаңыз, мына масканы қолданып көріңіз. 1 ас қасық сүзбені 2-3 қасық айранмен араластырыңыз. Масканы бетіңізге жағып 15 минут ұстаңыз. Артынша жылы суменен шайып тастаңыз. Екінші тәсіл: 1 ас қасық ұсақталған ақ желкенді 2 ас қасық айранмен араластырыңыз. Масканы бетіңізге жағып 15 минут ұстап, жылы суменен жуып тастаңыз. Құрметті көрермен, егер бұл видео сізге ұнаса, арнама тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңырау шаны баса кетуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Пайдаңызға жарасын.